Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге құрманың қандай пайдасы бар екенін, құрма туралы мәліметтермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс түрі көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жеміс түрін жиі тұтынуға кеңес береді. Көп халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жеміс түрінің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды конфеттерді құрмамен алмастыруға кеңес беріп жатады. Құрма протеин, май, көмір суы үшеуін қатар қамтитын бірден-бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді, жүктілік пен күнге күйеуден түскен дақтарды кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы және тамақ ауруына, жөтелге пайдалы. Қатерлі ісіктен сақтайды, жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем, жүйке жүйесінің шаршауын басады, мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді, ас қорытуға пайдалы. Жас құрманың бойында 60-65% қант болғанына қарамастан адамды семіртпейді. Жеңіл босануға септігін тигізеді. Босанған әйелдердің әлсіреген денесін тыңайтып, сергектігін арттырады. Сүт гормондарын қозғау арқылы нәрестеге сүт көп шығуына оң ықпал жасайды. Тойымдылық қасиеті өте жоғары. Пайғамбарымызға әсіресе Мадинада өсетін ажуа деп аталатын құрма сортын жақсы көрген. Тіпті ажуа құрмасы жанаттағы жемістердің бірі деген. Осы себепті ажуа құрмасы әлі күнге аса көп сұранысқа ие. Бір сөзбен айтқанда, құрма түрлі витаминге бай, тойымды әрі емдік қасиеті мол ғажап жеміс.